Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Саудагердің 4 әйелі. Бір аса бай саудагер 4 әйелімен бірге өмір сүреді екен. Әйелдердің ішінен ең жасы 4-ші әйелін бәрінен де артық жақсы көргенімен қоймай, оны барлық қымбат әшекейлермен жасандырып, тілеген дүниелерін алып береді екен. Бірақ ол әйелінің саудагерге көрсететін жақсы қылығы шамалы болса керек. Саудагер 3-ші әйелін де жақсы көреді екен. Ол бұл әйелін басқаларға қызықтырып көрсетуге құмар болса керек. Өйткені 3-ші әйелі өте сұлу екен. Сондықтан да басқа байлар мұнымды тартып алып қоймасын деп, тағы өлердей қорқатын көрінеді. 2-ші әйелі саудагер үшін нағыз ақылды, білімді, ойлы жақсы адам екен. Сондықтан да саудагер қандай бір мәселе шықса, басқа әйелдермен емес, осы әйелімен көбірек ақылдасады екен. Бұл әйелі қиыншылық кездессе, басына іс түссе, үнемі жанында болатын көрінеді. Саудагер ең алғашқы әйелін онша жақтыра қоймайды. Алғашқы әйелі өте адал, тірліктің барлық тауқыметін көтеріп жүрсе де, саудагер күйеуі оны онша елеп ескермейді екен. Бір күні саудагер ауыр науқасқа шалдығып, өзінің бұ дүниелік болмайтынына көзі жетіпті. Сосын өзіне өзі, менің 4 әйелім бола тұра, өлімге жападан жалғыз баруым керек пе? Жұмаққа болса да тозаққа барсам да, жалғызсырап жүргім келмейді депті. Сосын 4-ші әйелін шақырып алып, мен сені барлығынан да артық жақсы көремін. Қолымнан келетін барлық жақсылығымды саған арнайтынмын. Бірақ менің сүретін өмірім аяқталуда. Енді ана дүниеге де сенімен барғым келеді депті. Сонда ең сүйікті әйелі: ешқашан сенімен бірге барғым келмейді депті де, бөлмеден жүгіре баса шығып жөнелді. Оның бұл сөзі саудагердің жүрегіне пышақ сұққандай әсер етеді. Кәрі саудагер 3-ші әйелін шақырып алып, әлгі тілегін айтады. Ол да: жоқ, сенімен бірге бара алмаймын. Қазіргі өмірім өзіме ұнайды. Жалпы мен сен өлген соң басқа байға тиемін деп шығып кетіпті. Бұл суық сөз саудагердің жүрегін мұздай қариды. 2-ші әйелі кіріп келеді. Кәрі саудагер тағы да тілегін айтқанда: адал некелескен күйеуімсің ғой. Бірақ мен осы жолы сенің қайғы мұңыңды бөлісе алмаймын. Сені тек соңғы сапарыңа шығарып салғанша ғана бірге боламын деген ғана жауап айтады. Бұл жауап бай саудагердің көңілін құлазытқаны сондай, өлімге қарай бір табан жақындата түскендей болады. Ең соңында бөлмеге арып шаршаған, күш қуаты әлде қашан азайған алғашқы қосағы кіріп келіп: мен өзіңді ешқашан тастамаймын. Мен өмір бойы сенімен бірге боламын. Өлгенде де бірге боламын депті. Осы кезде саудагер көзіне жас алып, мен сені басқалардан артық жақсы көріп, сәт сайын қамқорлық жасай алмағаныма қатты өкінемін деп құшақтай алыпты. Шындығын айтсақ, 4 әйел дегеніміз біздің өміріміздің аз ғана бөлшектері болмақ. 4-ші әйел біздің денеміз. Денемізді қанша мәпелеп, сәндеп, жақсы көрсетуге тырыссақ та, әлде бір уақыт болғанда да ол бізден бөлініп, бөлек қалатын болады. 3-ші әйел біздің лауазым, дүние мүлік, жинаған байлығымыз. Бірақ біз өлген соң ол басқа біреудікі болып кетеді. 2-ші әйел біздің достарымыз бен отбасымыз. Бізбен үнемі бірге болса да, өлген кезімізде қоштасып, шығарып қана сала алады. Басқа ештеме олардың қолынан келмейді. Ал алғашқы әйел біздің бастан кешкен күллі өміріміз. Оның әрбір сәті. Сіз оның қадірін түсінбейтінсіз. Баға жетпес қымбат екендігін ойға да алмайтынсыз. Бірақ ең соңғы сәтте, өлгенде барлық өміріміз, сол жақсы сәттердің бәрі бізбен бірге еріп кетеді, көміледі. Құрметті менің тыңдарманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі
бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.